Дисциплина дегенде көз алдымызға бірден қатаң тәртіп келеді. Таңғы 7-де тұру, күн сайын спортпен айналысу, жоспардың бәрін орындау. Бірақ дисциплина шынымен өзіңді күн сайын қинау ма? Меніңше, дисциплина өзіңді қинау емес. Дисциплина бұл жүйе. Біз кейде өзімізге тым үлкен талап қойып аламыз. Бір нәрсені бастағымыз келсе, бірден мінсіз жасауымыз керек сияқты көрінеді. Ал шын мәнінде ең маңыздысы мінсіз бастау емес. Ең маңыздысы бастау. Дисциплинаны қалыптастырудың бірінші қағидасы входты жеңілдету. Яғни, қандай да бір істі бастауға кедергі болатын нәрселерді азайту. Мысалы, спортпен айналысқың келді делік. Өзіңе: ертеңнен бастап күн сайын 1 сағат жаттығу жасаймын дейсің. 1 сағаттың өзі санаңда үлкен міндет болып көрінуі мүмкін. Сондықтан бүгін өзіңе тек 5 минут бер. 5 минут жаттығу жаса. Болды. Сенің мақсатың бүгін спортта рекорд жасау емес. Мақсатың әдетті бастау. Кітап оқығың келсе, бірден 30 бет оқудың қажеті жоқ. 1 беттен баста. Ағылшын тілін үйренгің келсе, бірден 2 сағат оқудың қажеті жоқ. 1 сөз үйрен. Жоспар құрғың келсе, бүкіл өміріңді жоспарлаудың қажеті жоқ. Бүгінгі 1 әрекетті жаз. Себебі бізге көбіне істің өзі емес, оны бастау қиын болады. Сондықтан бастауды жеңілдет. Ал екінші маңызды қағида сол сәттен ләззат алу. Біз көп жағдайда тек нәтижені күтеміз. Спортпен айналысамын, өйткені салмақ тастауым керек. Кітап оқимын, өйткені білімді болуым керек. Бірақ нәтижеге жеткенше не болады? Біз күн сайын сол процесті бастан өткіземіз. Сондықтан сол процестің өзінен де жақсы нәрсе табуды үйрену керек. Мысалы, жаттығу жасадың, денең қозғалды, өзіңді жеңіл сезіндің. Душ қабылдадың, энергияң артты. Сол сезімге назар аудар. Өйткені миың біртіндеп, спорттан кейін өзімді жақсы сезінемін деп қабылдай бастайды. Сонымен, дисциплинаны қалыптастыру үшін 2 нәрсені есте сақта. Біріншісі, бастауды жеңілдет. Екіншісі, сол сәттен ләззат ал. 1 сағат болмаса 5 минут. 30 бет болмаса 1 бет. Үлкен қадам болмаса кішкентай қадам. Бірақ оны жаса. Дисциплина өзіне қатал болу емес. Дисциплина өзіне көмектесетін жүйе құру. Өзіңді бір күнде өзгертуге тырыспа. Бүгін тек 1 кішкентай қадам жаса. Ертең тағы 1 қадам. Осылайша кішкентай әрекеттер бір күні үлкен өзгеріске айналады. Есінде болсын. Өзгеріс үлкен шешімнен емес, күн сайын қайталанатын кішкентай әрекеттен басталады.